Сәлем достар, бүгін мен сіздерге түркшедегі your деген жалғау қандай жағдайда қолданылады және жалғанатынын айтқым келеді. Түркшеде your деген жалғау осы шақты көрсеткен кезде, яғни дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекетті айтқыңыз келген кезде жалғайсыз. Оны қалай жалғаймыз? Оны жалғау үшін етістіктің соңғы әріпі дауысты дыбысы и, о, ö деген дауысты дыбыстарға біту керек. Яғни а деген, е деген басқа да дауысты дыбыстарға бітсе, біз оны кішкене түрлендіреміз. Осы и, о, өге келтіріп аламыз. Ол қалай? Мысалға бізде оқымақ деген сөз бар. Оны оку деп біткеннен кейін жай ғана оку your деп yorды жалғай саламыз. А егер беклемек деген сөздегі күту, бекле еге бітіп тұр. Оны қалай жалғаймыз? Бекледегі ені түсіріп тастап, бекли иге келтіріп аламыз, бекли your. Арамак болса, ара деп тұр, ары your, яғни а-ыға айналатын еді ғой. Осылайша мысалы ойнамак, ойну your, оны уға ауыстыратын еді, ойну your. Görmek, görü your, görmek, görü your. Өге жалғаймыз, яғни өге жалғанатын еді. Енді осы yorға сөйлемдер құрап көрейік. Мысалға your түсінбей қалуыңыз мүмкін. Okuyor, okuyorum. Ben okuyorum. Яғни мен оқимын. Мен оқып жүрмін, мен студентпін деген сияқты. Ben yaşıyorum. Мен өмір сүріп жүрмін. Яғни сіз present simple қалай жасалынса, дәл сондай мағынаны береді негізінде. Bekliyorum. Yapmak деген мысалға, Yapmakта, yapmak, макты алып тастайсың, яп қалды, yapıyor, яғни бізге и, о, ö керек еді, your жалғау үшін yapıyor. Енді оны сұрақ қойғымыз келсе, осы сөзбен не істеп жатырсың? Ne yapıyorsun? Ben bekliyorum. Bekliyorum. Nerede oturuyorsun? Немесе nerede yaşıyorsun? Kazakistan'da yaşıyorum. Astana'da oturuyorum. Яғни yaşıyorum, oturuyorum екеуі де бір мағынаны білдіреді негізінде. Қолдануға болады. Осылайша, яғни күнделікті істеп жүрген әрекетіңізді yemek pişiriyorum. Bulaşıkları yıkıyorum. Şu an ne yapıyorsun? Telefonla konuşuyorum. Seninle sohbet ediyorum. Деген сияқты қазіргі ситуациядағы жалпы өміріңіздегі әрекетті сипаттайсыз. Осылайша сабақтарды осылай түсіндірем ау деймін.